Сәлеметсіздер ме, қадірлі оқырмандар? Сіздерді жүрекке жылу сыйлайтын, өмірдің екінші тынысы мен кеш келген бақыт туралы әсерлі хикаяға шақырамын. Кейде адам өмірі 60 жастан кейін ғана жаңа мағынаға толады. Ұмыт қалған армандар оянып, күтпеген кездесулер тағдырдың жаңа бетін ашады. Бүгін біз Зейнеп апайдың өмір жолын бірге жалғастырамыз. Оқиға ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше, 60-тан кейін басталған өмір хикаясының кезекті бөліміне қош келдіңіздер. Жағымды тыңдау тілеймін. Зейнеп 61 жасқа толғанына бірнеше ай болған еді. Балалары өз алдына отау тігіп кеткен. Үй іші тым-тырыс. Бір кезде күннің қалай басталып, қалай бататынын да аңғармай қалатын. Таңертең терезе алдындағы гүлдерін суарып шайын ішеді. Кешке теледидар қосып отырғанымен көңілі ештеңеге толмайтын. Бір күні есік қоңырауы соғылды. Зейнеп есікті ашса, қолында үлкен гүл шоғы бар курьер тұр екен. «Сәлеметсіз бе? Бұл сізге жеткізілді», деді ол жымиып. «Маған ба?» деп таңырқай сұрады Зейнеп. «Иә, дәл сізге». Курьер гүл шоғын ұстатып кетіп қалды. Зейнеп біраз уақыт гүлдерге қарап тұрды. Өйткені соңғы рет біреудің оған гүл сыйлағанына қаншама жол өткен еді. Гүлдердің арасында кішкентай ақ конверт бар екен. Жүрегі белгісіз бір сезіммен дүрсілдеп кетті. Конвертті асықпай ашты. Ішінен сарғайған бір фотосурет шықты. Суретте өзі тұр. Жанында осыдан 40 жыл бұрынғы алғашқы махаббаты, Нұрлан. Ал суреттің артына бір ғана сөйлем жазылыпты. «Егер мені әлі ұмытпаған болсаң, ертең сағат 5-те ескі саябаққа кел». Зейнептің қолы дірілдеп кетті. Өйткені Нұрланды соңғы рет көргеніне 40 жылдан асқан еді. Түні бойы Зейнептің көзіне ұйқы кірмеді. Қолындағы сарғайған суретті қайта-қайта қарап шықты. Қанша жыл өтсе де, жастық шағы көз алдынан кино лентасындай өтіп жатты. Нұрлан. Бір кезде жүрегін дүрсілдеткен жалғыз жан. Бірақ тағдыр екеуін екі жаққа алып кеткен еді. Таң атты. Күн ұзаққа Зейнеп өзін қоярға жер таппады. Бара ма, бармай ма? Мүмкін бұл біреудің әзілі шығар. Мүмкін Нұрлан мүлде келмес. Бірақ жүрегі оған басқа нәрсе айтып тұрды. Сағат 4:30-да ол баяу ғана үйден шықты. Көктемнің жылы самалы есіп тұр. Қаладағы ескі саябақ бұрынғыдай емес екен. Ағаштар өсіп кеткен, жолдар жаңартылған. Бірақ бір орын өзгермепті. Саябақтың ортасындағы ескі орындық. Дәл сол орындықта бір адам отыр екен. Зейнептің жүрегі тарс-тұрс соға бастады. Жақындаған сайын таныс бейне анық көріне түсті. Шашына ақ кірген, жүзіне әжім түскен. Бірақ ол бәрібір Нұрлан еді. Нұрлан да орнынан баяу көтерілді. Екеуі бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. 40 жыл. 40 жылдық сағыныш. 40 жылдық өкініш. Ақыры Нұрлан үнсіздікті бұзды. «Зейнеп, сен мүлдем өзгермепсің». Зейнеп күліп жіберді. «Ал сен өтірік айтуды әлі қоймапсың». Екеуі де күліп жіберді. Көздерінде жас тұрды. Нұрлан қалтасынан кішкентай қорап шығарды. «Мен мұны 40 жыл сақтадым». Зейнеп таңырқай қарады. Қораптың ішінде ескі күміс сақина жатыр еді. Бұл олардың жастық шағында тағдырлары айырылар күні бермей қалған сақина болатын. Зейнептің көзінен еріксіз жас сырғып кетті. Бірақ дәл сол сәтте оның телефоны шыр ете қалды. Экранда қызының аты жанып тұр еді. Ал телефонды көтерген бойда қызының үрейленген даусы естілді. «Анашым, тез үйге келіңізші, бізде үлкен мәселе болып қалды». Зейнептің қолындағы телефон дірілдеп тұрды. Қызының даусынан бір нәрсенің болғаны анық сезілді. «Анашым, тез келіңізші». «Не болды қызым?» «Біз перзентханаға бара жатырмыз». Зейнеп бір сәт үнсіз қалды. «Толғақ басталды ма?» «Иә, анашым». Зейнептің жүзіне қуаныш ұялады. Қуаныштан көзіне жас келді. Осы күнді қанша жылдан бері күтіп жүрген еді.
Немере сүйетін күнінге келетін білетін, бірақ оның дәл бүгін боларын ойламаған. Қасында тұрған Нұрлан бәрін түсініп тұрды. Бар Зейнеп, деді ол, жұмсақ жымиып. Бірақ, уайымдама, мен еш қайда кетпеймін. 40 жыл күттім ғой, тағы бір күн күте аламын. Зейнептің жүрегі елжіреп кетті. Ол үнсіз ғана басын изеді. Бірнеше сағаттан кейін перзентхананың дәлізінде бүкіл отбасы жиналып отырды. Барлығы толқулы. Уақыт өтпей қойғандай, кенет есік ашылып дәрігер күлімдеп шықты. Құттықтаймын, анасы да, сәби де аман есен. Дәлізді қуаныш кернеді. Зейнептің көзінен жас парлап кетті. Бұл мұңның жасы емес еді, бұл бақыттың жасы еді. Өмірдің қанша қиындығын көрсе де, осындай сәттер үшін өмір сүруге болады екен. Кешке қарай қызы жымиып, анашым, немереңіздің атын сіз қойыңызшы, деді. Зейнеп таңырқап қалды. Бұл үлкен құрмет еді. Ол кішкентай сәбиге ұзақ қарап отырды. Сосын ақырын ғана, үміт. Неге үміт? Өйткені адам өмірінде үміт ешқашан сөнбеуі керек. Мен соны кеш түсіндім. Бірақ түсінгеніме шүкір. Бөлмедегілердің бәрі үнсіз қалды. Ал Зейнептің ойы еріксіз Нұрланға ауып кетті. Қазір ол қайда екен? Күтемін деген еді ғой. Өмірдің қанша қиындығын көрсе де, осындай сәттер үшін өмір сүруге болады екен. Кешке қарай қызы жымиып, анашым, немереңіздің атын сіз қойыңызшы, деді. Зейнеп таңырқап қалды. Бұл үлкен құрмет еді. Ол кішкентай сәбиге ұзақ қарап отырды. Сосын ақырын ғана, үміт. Неге үміт? Өйткені адам өмірінде үміт ешқашан сөнбеуі керек. Мен соны кеш түсіндім. Бірақ түсінгеніме шүкір. Бөлмедегілердің бәрі үнсіз қалды. Ал Зейнептің ойы еріксіз Нұрланға ауып кетті. Қазір ол қайда екен? Күтемін деген еді ғой. Бірнеше күн бойы Зейнеп қызына тамақ тасып, халін біліп келіп жүрді. Бірақ бір нәрсе оның ойынан шықпады. Нұрлан, саябақтағы кездесу, 40 жыл сақталған сақина. Содан бері ол Нұрланды көрмеген еді. Кейде телефонға қарап қояды, кейде саябақты есіне алады. Бірақ Нұрлан хабарласпады. Мүмкін мені мазалағысы келмеген шығар, деп ойлайтын. Арада бірнеше күн өтті. Қызы мен нәрестесін үйге шығаратын күн де келді. Перзентхананың алды мерекедей болып кетті. Туыстар жиналды, қолдарында гүл, беттерінде қуаныш. Зейнеп те ерекше толқып тұрды. Өйткені бүгін ол немересін алғаш рет қолына алмақ. Көп ұзамай есік ашылып, қызы сәбиін құшағына алып шықты. Зейнептің көзіне жас келді. Кеше ғана өз баласын осылай құшағына алғанда еді. Уақыт қандай жылдам. Ол немересін алғаш рет қолына алды. Кішкентай ғана қыз бала тәтті ұйықтап жатыр. Зейнеп оны маңдайынан сүйіп, қош келдің үмітім, деді. Дәл сол сәтте біреу ақырын ғана, әдемі есім екен, деді. Зейнеп жалт қарады. Қолында үлкен гүл шоғы бар Нұрлан тұр екен. Жүзі бұрынғыдай жылы, көзінде баяғы мейірім. Зейнептің жүрегі тағы да дүрсілдеп кетті. Нұрлан жақынап келді. Құттықтаймын, әже. Зейнеп еріксіз күліп жіберді. Рахмет. Мен уәдемде тұрдым. Қай уәде? Күтемін деген. 40 жыл күттім ғой. Бірнеше күн деген не тәйірі. Зейнептің көзінен тағы да жас шырып кетті. Бұл жолы ол мұңның жасы емес еді. Бұл жүрекке қайта оралған жылылықтың жасы еді. Перзентхананың алдындағы кездесу Зейнептің көңілінен ұзақ кетпеді. Сол кеште ол терезе алдында отырып ұзақ ойланды. Қолында Нұрлан сыйлаған гүлдер, көңілінде 40 жыл бұрынғы естеліктер. Кенет телефон шыр етті. Экранда Нұрланның аты жазылып тұр еді. Зейнептің жүрегі тағы да дүрсілдеп кетті. Тыңдап тұрмын. Ертең уақытың бар ма? Бар. Онда кездесіп сөйлессек қайтеді? Зейнеп бір сәт үнсіз қалды. Жақсы. Келесі күні олар шағын дәмханада кездесті. Терезе жанындағы үстелге жайғасты.
Алғашында екеуі де не айтарын білмей отырды. Ақыры Зейнеп сөз бастады. Нұрлан, маған бір нәрсе айтшы. Тыңдап тұрмын. Неге сол кезде келмедің? Неге мені іздемедің? Нұрлан ауыр күрсінді. Көзін төмен салды. Іздедім, Зейнеп. Қалай? Әскерден оралғанда сендердің көшіп кеткендеріңді айтты. Мен бірнеше рет іздеп бардым, бірақ таба алмадым. Зейнеп таңырқап қалды. Өйткені оған мүлде басқаша айтылған еді. Маған сен үйленіп кетіпті деп айтты. Нұрлан күліп жіберді. Бірақ ол күлкінің астарында мұң бар еді. Ал маған сен басқа жігітті таңдадың деді. Екеуі үнсіз қалды. Сонда ғана олар бір нәрсені түсінді. 40 жыл бойы екеуі де бір-бірін кінәлап келген. Ал шын мәнінде тағдыр ғана араларына түсіпті. Үйлендің бе? Деп сұрады Зейнеп. Иә. Бақытты болдың ба? Нұрлан терезеге қарап қалды. Жаман адам болған жоқ, бірақ жүрегімде бір орын бос тұратын. Ал сен ше? Зейнептің көзіне жас келді. Мен де өмір сүрдім, балалар өсірдім, отбасымды сақтадым. Бірақ кейде адам жүрегінің бір бұрышы ешқашан толмайды екен. Сол кезде Нұрлан ақырын ғана қалтасынан әлгі күміс сақинаны шығарды. Білесің бе, мен мұны неге сақтадым? Неге? Өйткені бір күні бәрін түсіндіруге мүмкіндік туады деп сендім. Зейнеп сақинаға ұзақ қажарады. Сосын жымиып, 40 жыл кешіккен түсініктеме екен, деді. Екеуі де күліп жіберді. Бірақ дәл сол сәтте Нұрланның жүзі қайтадан байып кетті. Зейнеп, иә, мен саған әлі бір маңызды нәрсе айтқан жоқпын. Не нәрсе? Нұрлан бір сәт ойланып қалды. Сосын ақырын ғана. Менің дәрігерлерден жасырып жүрген бір сырым бар. Зейнептің жүрегі су ете қалды. Қандай сыр? Деді ол алаңдап. Нұрлан біраз үнсіз отырды, сосын терең күрсінді. Бірнеше ай бұрын дәрігерлер жүрегіме ота жасау керек екенін айтты. Зейнептің жүзі сұрланып кетті. Не дейсің? Қорықпа, әзірге жағдайым жаман емес. Бірақ сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Нені? Нұрлан жымиып қойды. Адам өмір бойы ертеңге үміт артып жүреді екен. Ертең айтамын, ертең барамын, ертең кешірім сұраймын. Ал бір күні дәрігер келіп, ертеңің қанша екенін ешкім білмейді дейді. Зейнеп үнсіз тыңдап отырды. Сол күні ең бірінші сен есіме түстің, деді Нұрлан. Мен бе? Иә, мен өмірімде көп нәрсеге қол жеткіздім. Жұмыс істедім, үй салдым, балалар өсірдім, бірақ бір арманым аяқталмай қалды. Қандай арман? Нұрлан оның көзіне тіке қарады. Саған шындықты айтып үлгеру. Зейнептің көзіне жас келді. 40 жыл бойы жүректе жатқан сөздердің салмағы қандай ауыр еді. Сол күні екеуі ұзақ отырды. Жастық шақтарын еске алды. Алғашқы кездесулерін еске алды. Мектеп бітіру кешін еске алды. Сол көгілдір көйлекті, сол шарлар мен шамдарды, сол айтылмай қалған сезімдерді. Күн батып бара жатты. Кетер кезде Нұрлан, Зейнеп, маған бір уәде бересің бе, деді. Қандай? Қалған өміріңді тек басқалар үшін емес, өзің үшін де сүр. Зейнеп үнсіз қалды. Өйткені бұл сөз оның жүрегіне дәл тиді. Ол өмір бойы балалары үшін өмір сүрді, отбасы үшін өмір сүрді. Бірақ өзі үшін өмір сүрген кездері өте аз еді. Сол сәтте ол алғаш рет өзіне сұрақ қойды. Менің өз арманым қандай еді? Сол күннен кейін Зейнеп көп ойланатын болды. Нұрланым, қалған өміріңді тек басқалар үшін емес, өзің үшін де сүр деген сөзі санасынан кетпеді. Бір күні кешке ол ескі сандықты ақтарып отырды. Бұл сандықты соңғы рет қашан ашқан өзі де ұмытқан. Ішінде ескі суреттер, балаларының мектеп дәптерлері, сарғайған хаттар. Кенет бір қалың папка көзіне түсті. Зейнеп таңырқап ашып қарады. Ішінде өз қолымен салған суреттер жатыр. Жас кезінде сурет салуды қатты жақсы көретін.
Тіпті мектеп мұғалімдері сен суретші боласың деп мақтайтын. Бірақ кейін тұрмыс басталды. Балалар дүниеге келді. Тіршілік қамы көбейді, ал арманы бірте-бірте ұмытылып кетті. Зейнеп бір суретті қолына алды. Онда гүлге толы бақ бейнеленген екен. Төменгі бұрышында Зейнеп 1983 жыл деп жазылып тұр. Көзінен еріксіз жас шықты. Сонда менің де арманым болған екен ғой, деп сыбырлады. Келесі күні ол күтпеген шешім қабылдады. Қалалық мәдениет үйінде сурет үйірмесі ашылып жатқан естіген. Көп ойланды. Бара ма, бармай ма? Сосын айнаға қарады. Алдында 20 жастағы қыз емес, 61 жастағы әже тұр. Бірақ көзіндегі арман әлі өлмеген еді. Неге бармасқа, деді өзіне. Үйірмеге кіргенде бәрі өзінен жас болып көрінді. Зейнеп қысылып қалды. Бірақ жетекші әйел жылы жымиып, «Қош келдіңіз, бұрын сурет салғансыз ба?» «Жастау кезімде». «Онда кешіріп келген жоқсыз, өнердің жасы болмайды». Бұл сөз Зейнепке ерекше күш берді. Ол қылқаламды қолына алды. 40 жылдан кейін алғаш рет сол сәтте жүрелі ерекше толқыды. Өйткені ол ұзақ жылдардан кейін өзін қайта тапқандай болды. Кешке үйіне келгенде телефон шыр етті. Нұрлан екен. «Қалайсың?» «Жақсымын. Даусың көңілді шығып тұр. Бүгін сурет салдым». Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын Нұрлан күліп жіберді. «Ақыры арманыңды есіңе түсірдің бе?» Зейнеп таңырқап қалды. «Сен оны қайдан білесің?» «Мен бәрін білетінмін ғой. Мектепте сенің суреттеріңді ең бірінші мен көретінмін». Зейнептің жүзіне күлкі үйірілді. Кейде адамды өзі ұмытқан нәрсені басқа біреу есіне салады екен. Бірақ дәл сол түні Нұрлан телефонды әдеттегіден ертерек аяқтады. Даусында әлсіздік бар еді. Бұл Зейнептің көңіліне күдік ұялатты. Сол кештен кейін Зейнептің көңілі алаң болып жүрді. Нұрланның даусындағы әлсіздік оның жүрегіне тыныштық бермеді. 2 күн өтті, 3 күн өтті. Бірақ Нұрлан хабарласпады. Бұрын күнде болмаса да бір күн аралатып хабарласатын. Зейнеп ақыры өзі қоңырау шалды. Бірақ телефонды бөтен адам көтерді. «Алло?» Зейнептің жүрегі зу ете қалды. «Кешіріңіз, Нұрлан мырза ма?» «Жоқ, мен оның ұлымын». «Нұрлан қайда?» Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын жас жігіт ақырын ғана: «Әкем ауруханада жатыр». Зейнептің қолынан телефон түсіп кете жаздады. Жарты сағаттан кейін ол ауруханаға жетті. Жүрегі алып ұшып барады. Палатаның есігін ашқанда төсекте жатқан Нұрланды көрді. Бірақ Нұрлан оны көрген бойда күлімсіреді. «Әй, қорқып кеттің бе?» «Мені қорқытпай-ақ қойыңызшы». Зейнептің көзіне жас келіп кетті. «Жағдайым сонша жаман емес». «Сонда неге айтпадың?» Нұрлан терезеге қарап қалды. Өйткені қалған уақытымызды ауру туралы сөйлесіп өткізгім келмеді. Зейнеп үнсіз отырды. Сосын ақырын ғана: «Сен әрқашан осындайсың». «Қандай?» «Өзгелерді ойлап тұрасың, ал өзің туралы айтпайсың». Нұрлан күліп жіберді. «Ал сен ше? Өмір бойы бәрі үшін өмір сүрдің. Өзіңді соңына қойдың. Екеуміз бір-бірімізге ұқсайтын сияқтымыз». Екеуі де күліп жіберді. Сол күні кешке палата терезесінен күннің батып бара жатқанын қарап отырды. Күннің қызғылт сәулесі бөлмені жылытып тұрды. Нұрлан кенет: «Зейнеп?» «Иә». «Егер маған бірдеңе болып кетсе?» «Ондай сөз айтпа. Тыңдашы». Нұрлан оның қолын ұстап алды. «Егер маған бірдеңе болса да, өмір сүруді тоқтатпа. Суретіңді сал, немереңді өсір, армандарыңды орында. Өйткені мен сенің бақытты болғаныңды көргім келеді». Зейнептің көзінен жас парлап кетті, бірақ бұл жолы ол Нұрланның қолын жібермеді. 40 жыл бұрын жіберіп алған еді, енді жібергісі келмеді. Сол сәтте ол жүрегінде бұрын соңды болмаған батылдық пайда болғанын сезді. Ол Нұрланға қарап: «Мен де саған бір нәрсе айтқым келеді», деді. Нұрлан таңырқай қарады.
Ал Зейнептің айтатын сөзі 40 жылдан бері жүрегінде сақталып келген еді. Зейнеп Нұрланның қолын қыса түсті. Палата іші тып-тыныш. Тек сағаттың тықылы ғана естіледі. Нұрлан оның жүзіне таңырқай қарады. Не айтқың келді? Зейнеп бір сәт көзін жұмды. 40 жыл. 40 жыл бойы айтылмаған сөз. 40 жыл бойы жүректе жатқан сыр. Ақыры ол терең дем алып. Мен сені ешқашан ұмытқан емеспін деді. Нұрлан үнсіз қалды. Кейде өмірдің қамымен жүріп ұмытып кеткендей болатынмын. Балалар өсті, уақыт өтті. Бірақ сен туралы естелік жүрегімнің бір бұрышында әрқашан сақталып қалды. Зейнептің көзіне жас толды. Егер сол кезде шындықты білгенімде, мүмкін бәрі басқаша болар ма еді? Нұрлан оның сөзін бөліп жіберді. Жоқ, Зейнеп. Өткенге өкпелеудің қажеті жоқ. Біз жаман өмір сүрген жоқпыз. Балаларымызды өсірдік, өз жолымызды жүріп өттік. Мүмкін тағдыр бізді дәл осы уақыт үшін сақтаған шығар. Сол күні олар ұзақ сөйлесті. Екеуі де алғаш рет жүректеріндегі ауыр жүкті түсіргендей болды. Жастық шаққа өкініш азайды. Орнына тыныштық келді. Бірнеше аптадан кейін Нұрланның ота күні белгіленді. Зейнеп қатты уайымдады. Бірақ Нұрлан бұрынғысынша әзілдеп жүрді. Мен әлі сенің сурет көрмеңе баруым керек қой. Қандай көрме? Болашақтағы көрме. Сенің суреттерін қойылатын көрме. Зейнеп күліп жіберді. Қойыңызшы. Жоқ, мен шынымен айтып тұрмын. Арманның орындалатын кезі келген сияқты. Ал дәл сол кезде Зейнептің сурет үйірмесіндегі жетекшісі оған күтпеген ұсыныс жасады. Зейнеп апай, иә? Бір айдан кейін біздің қалада әуесқой суретшілердің көрмесі өтеді. Мен сіздің жұмыстарыңызды көрдім. Сіз де қатысуыңыз керек. Зейнеп аң-таң болып қалды. Мен бе? Иә, сіз. Өмірде кейбір армандар кеш орындалады, бірақ орындалмай қалмауы керек. Зейнептің жүрегі толқып кетті. Бір жағында Нұрланның отасы, бір жағында өмір бойы ұмыт қалған арманы. Алда оны үлкен өзгерістер күтіп тұрған еді. Нұрланның ота күні де келіп жетті. Таңертеңнен бері Зейнептің жүрегі тыныш таппады. Аурухананың дәлізінде ары-бері жүріп қояды. Қолындағы тәспісін айналдырып, «Я Алла, амандығын бере көр», деп іштей дұға етті. Бірнеше сағат оған бірнеше жылдай көрінді. Ақыры ота бөлмесінің есігі ашылды. Дәрігер сыртқа шықты. Зейнеп орнынан атып тұрды. Дәрігер, жағдайы қалай? Дәрігер шымиып, құттықтаймын, ота сәтті өтті. Зейнептің көзінен жас парлап кетті. Бұл жолы да қуаныштың жасы еді. Арада бір ай өтті. Нұрлан біртіндеп сауығып келе жатты. Ал Зейнеп үшін тағы бір маңызды күн жақындады. Қалалық көрме. Өмірінде алғаш рет өзінің суреттерін жұрт алдында көрсетпек. Көрме залына кіргенде оның аяқтары дірілдеп кетті. Қабырғада өз қолымен салған суреттер ілулі тұр. Бір кезде тек дәптер арасында қалып қойған арманы бүгінде шындыққа айналған еді. Адамдар суреттерді қызығып қарап жүр. Кейбірі мақтап жатыр. Кейбірі ұзақ қарап ойланып тұр. Зейнеп бұған сенер-сенбесін білмеді. Сол кезде залдың есігі ашылды. Қолында гүл шоғы бар Нұрлан кіріп келді. Оның артынан қызы, күйеу баласы, немересі және басқа туыстары еріп жүр екен. Қараңдаршы, біздің суретші апамыз қайда екен? Деді Нұрлан әзілдеп. Бәрі күліп жіберді. Зейнептің жүзі бал-бұл жанды. Өмірінде алғаш рет өзін тек ана емес, тек әже емес, өзі де жеке тұлға ретінде сезінді. Көрме аяқталған соң екеуі саябаққа барды. Дәл сол баяғы орындық. 40 жыл бұрынғы армандардың куәсі болған орындық. Күн баяу батып бара жатты. Нұрлан үнсіз ғана қалтасынан әлгі күміс сақинаны шығарды. Зейнеп, иә, біз жастық шағымызды қайтара алмаймыз, бірақ қалған өмірімізді бірге өткізе аламыз. Зейнептің көзіне жас келді. Ол жымиып, 40 жыл кешігіп айтып тұрсың ғой. Кеш болса да айттым ғой. Екеуі де күліп жіберді. Сол сәтте Зейнеп аспанға қарады.
өмірінің көп бөлігі артта қалған, бірақ жүрегінде бұрын соңды болмаған тыныштық бар еді. Сонда ол бір нәрсені анық түсінді. Адамның жасы армандардың жасын анықтамайды. Кейде өмір 20 жаста басталмайды. Кейде өмір 40-та да басталмайды. Кейде өмір 60-тан кейін ғана басталады. 60-тан кейін басталған өмір хикаясы жай ғана зейнеткер әйел туралы емес. Кеш келген махаббат, өткен шақтың сағынышы және өмірдің екінші мүмкіндігі туралы әсерлі шығарма. Әңгіме ұнаса, пікір жазып лайк басып, арнамызға тіркеліп алыңыздар.